Не болды. Не болды ғой. толып деп қайтадан артқа кетті шығар. Опять похудел. Красавчик такой. Ты солдат похудела? Да, я видела фотку, ты же показывала. В сторис, кажется, выкладывала ты. Че, Арна, волнуешься? Нет. Врет она? Это сейчас может не волнуется. Ты она плакала? Нет, я не плакала. Вчера что, не плакала? Вчера нет. не плакала. Мамочка. Нет. Мен жыламаймын дедім. Басымды көтеріп кете береді. Қатты жыласың, не? До и после раскурсимся. Айбекке айтқам жылайсың ба дегенмін. Нет, я не буду плакать деді. Болды, значит, Айбека надо снимать, а Арну надо снимать. Кто еще сказал, не будет плакать? Я, кстати, маме платье купили. Кто хочет, чтобы я была его? Айбек на этот несіне кім боламын? Қайнапа ма? Қайнапасы, иә? Иә, кто хочет меня в роли Қайнапы? Пожалуйста, свободный парень. Еще, а где Арн? Арн? На работе? Қалай билейсіз? Құда. Да, хорошо. Будешь в влоге моем. Арна, сен айтам құда бір партия билеп құда бір партия билеп тастайық. А менде визуализация отыр. Қыз едің апарайды. Анара қара. Бросила, дочку бросила и ушла. Привет. Ал. Қазір мен мамаға звонайын, сұрайын адам жиналды ма жоқ па? Мы до сих пор вот дома готовимся. Такая красивая моя Арнуша. Вот еще один есть. О, ушел, да? Главный бас-фотограф. Бас-фотограф. Вот еще один красивый мой племянник. Арн. Да. Кто хочет, чтобы я была еще Қайнапой? Пожалуйста, два варианта. Сосын маған айтты не, екі жеңгем шығарса, сол кезде сразу сырға салып салсақ. А как правильно? Вообще қалай істейді? Жоқ, давайте так. Қазір бірінші құдалар келеді ғой. Иә. Құдаларды қарсаңдар, иә? Байлап өсірген бүгінгі арна қыздарымыздың қолын сұрап келіп отырған біздің 1000 жылдық жаңа құдаларымызды қарсылауға дайынсыздар ма? Мен негізі өзім де білген, мен шығамын ғой, осылай ешкім шапалақ соқпайды. Той құтты болсын, қош келдіңіздер. Той құтты болсын баршаңызға. Баласын дана қылған, даласын қала қылған, арда туған.
Рахмет. Енді құшағымызды ашып, сұрт болса енді шашуымыз шашып, біздің енді екі жеңгесі қымбат ата келіңізші ортаға. Шақырайыншы қымбат. Өзіңіз танисыз ба дейсіз келіңіз шақырайық ортаға. Саламатсыз ба? Той құтты болсын. Той неше көйлек құтты болсын, ой сатып алған десін. Жақсы аға. Маған ортаға екі жеңгесі бар ма бүгінгі арнаның? Шустрая такая, быстрая, хитрая, аферистка кім бар дейсіз ортаға шақырыңызшы. Кім? Айнұр ханым саламат. Ой, саламатсыздар ма? Ал. Смотря не үшін? Не үшін билетті құдаларға алып келеді просто и все, жақсы. Или олар чисто төбелеске жарайтын жеңгелер бар бұл кісілер. Ау. Екеуі де бар ма? Ой, жақсы. Бұл кісі мен мұғаліммін ғой. Бала кезінен бірге өсіп кеттім ғой, бірге оқыдық қой бұл кісіде, жақсы. Ал енді басында қайда отырмай әлгілеп айлап өсірген бүгінгі осы сіздің арнамыздың қолын сұрап келіп отырған Бадырге балаңызды ортаға шақырайық. Бұл кісі ұлыңыз ба сіздің? Күштіген мақара деген кісі сияқты өзі. Ассалаумағалейкум, той құтты болсын. Негізі туған ағасы арын ғой да. Арынға бір қол соғып қойға болады негізі. Қараңыздар, мұнда бір рахмет. Енді шамары келсе күліп тұрыңыздар, иә? Тойдың жақсы өтуі маған байланысты емес, тойдың жақсы өтуі сіздерге байланысты. Өйткені міне қаншама шақырған ағайын туысқанға тамағымды емес, қабағымды бер дейді. Дұрыс қой, иә? Енді кішкене бері қарай тұрайық. Жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер, міне. Қошемет! Біздің жігіттер, 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 міне жігіттер. Стоп, рахмет. Келі ғой қайрат. Той құтты болсын. Маған бер неге бүйтіп айт? Ортаға тұрыңызшы. Біле алып кәдімгі риза болып қалдыңыз ғой, мына десек. Мына жаққа келдіңіз. Негізі қыз беру да негізі толқу ғой, құрметті меймандар, дұрыс па? Енді көп күйеу балалар келеді да, жалпы қазақ неге айтады? Екі жақтың ата-анасын бірдей көр дейді. Дұрыс қой, иә? Сол себепті енді ол да бір қобалжу, ол да бір толқыныз. Енді гүлді жайдың бере салма, дұрыс қой да. Қазір мен саған бір әдемі сөздер айтам. Сол сөздерді мен артынан музыка фон қояды. Мен артынан қайталайсыз. Одан кейін гүл табыстайсыз. Хорошо, риза болды. Бір екі басында бір әкім сияқты өзі молодец, жақсы. Рахмет. Бір өлектің 4 үйден келген сияқты өзі молодец. Ал енді кеттік. Арна деген жарымды. Танисың ба? Кімге үйленіп отқанын негізі? Аты кім? Арна. Арна деген жарымды. Арна деген жарымды. Маған қарама, мына кісіге қарап айтайық. Арна деген жарымды дүниеге әкелгеніңіз үшін. Арна деген жарымды дүниеге әкелгеніңіз үшін. 9 ай 9 күн көтергеніңіз үшін. 9 күн 9 ай көтергеніңіз үшін. Еркеліктерін кешіргеніңіз үшін. Еркеліктеріңізді кешіргеніңіз үшін. Маған сақтап өсіргеніңіз үшін. Маған сақтап өсіргеніңіз үшін. Рахмет сізге. Рахмет сізге. Қымбат. Мама дейді. Ой, қол соғып қойыңыздар. Рахмет, стоп. Уже мамалап тұрыпсыз. Жақсы. Бір қол соғып қойып. Құтты болсын. Табыстайық біз. Шапағы көктем шашулдас еткен сұлулық деген тылсымды. Жүрегі таза, тілегі таза, қыз жаны нәзік гүл сынды. Жат жерге барып ақшамлық тағып, айналар
одан кейін дастархан басына жайғастырады. Рахмет. Енесі боласыз ба? Қандай күшті. Енді Қайраттың анасына қараңыздар, өте сондай жүзі жылы, жүзі жарқын адам көріп тұр. Білмеге енді үйрете жасар. Ал енді шапалақ соғыстырып, милиция шақырайын ба? Сен қосымет отырып арасында. Енді мен досым болғанын әзілдеп отырмыз, дұрыс қой? Қайратты баяғыдан бері танимыз, айып етпеңіздер, иә? Қасқыр да кінәлі дейді, сиырдың ішін жарғаны үшін дейді. Сиыр тоже кінәлі, шошанды орманға барғаны үшін дейді негізі. Сол секілді ешкімге кінәлтпай, татулықпен, тірлікпен, берекелі бірлікпен. Ал Қайреке, орнынан тұрғызып гүліңіз табыстаңыз. Жастар бақытты болсын деп осылай. Тұрыңыз орныңызда, табыстаңыз гүліңізді. О, қандай тамаша. Рахмет. Екеу не істер білмей тұрған, молодцы, жақсы. Енді көп алжымаңыздар, оңай емес енді. Енді бұлай болсын, жалпы қазақ айтады, енді бұйыртса сырғасын. Құда-құдағи, қайдасыздар, бір құттықтап қойыңыздар. Бүгінгі екі жастың ата-анасына бір қошемет қосып қоюға болады. Жастар бақытты болсын ағайын. Yerге қойып кетті, саған қолым жетті. Үшеу бала Қайрат. Жақсы, ауымен апа. Рахмет, сіздің енді жылы лебізіңіз, ниетіңіз ғой. Алла ұзақ ғұмыр берсін өзіңізге. Ал ендеше бүгінгі Қайрат пен Арнаны көп күттірмей, ағын тіккен дастарханына жайғастырмастан бұрын. Рахмет апа, мейкап бар 25-ін қастеген апа. Қайратты сүйе беріңіз, есе істеген жоқ ол жақсы. Ал ендеше екі жасымызды бір қатыра-қатыра қол соғып дастархан басына жайғастырайық. Бақытты болыңыздар. Послезавтра воскресенье день веселья дейді. Пиво не вино, но после водки все равно дейді алдарыңыздағы құйылған бұйырған. Алланың берген жасын жасай беріңіздер. Сіздер аман болыңыздар. Осы тойда бүгінгі нұрлы мүбәрәк жүздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз.
сабыр сақтайық. Мына 5-6 минут жоламай тілек тыңдасаңыздар, оған ешқандай да адамның өмірі өзгермейді дейді. Тыңдалмаған сөз жетім дейді қазақ. Иә, өзі бар жоғы 5-6 тілек соған шылап кетейік. Ал енді біз қазақ қайырлы болсын ертең құдалар. Иә, қайраттың арнасаның ел сау болсын. Иә, бақытты болсын, барған жерінде тәубе болып сулай шықсын. Үй жанға сырты малға толып, ағайын туыстарды ел жақында сыйлады. Қалған осы ел балапан енді қызығын қалғандар көрсін, амандық көрсін. Аллаға не айтайық енді. Жақсылық болсын, қуаныш болсын. Ескі-ескімен артта қалсын бәрі. Бізді көрсетіп, фотона память, иә. Кішкене күлді қияқтанып, жол жаққа қараймын, сен жоқсың арайлы. Кешікпей келем деп мен сырмон ереңдеу. Арнаға екеу күшті отыр кәдімгі, молодцы. КамАЗдың шырттан сияқты екеу. Арна красавица, қосылайықшы! Бүгін той ғой. Сіздің походкаңыз тойға емес, сиыр соға еп тұрған сәтсіздер. Қайттан шағырайын негізі, қайттан шағырайыншы, ар жаққа барып. Жақсы. Ал ендеше бүгінгі тойымыздың иесіне дұрыстап бір қол соғайық, е? Қымбат анамыз ортамызда ағайын. Ал маэстро! Жалғыз өзі істеп жатқан жоқ. Енді Аллаға шүкір бүгінді Арнаның намысын ешкімге таптатпайтын, Арнаны ешкімге бір обидаға бермейтін деп айтады ғой, жаңағы ағасы бар, дұрыс па? Есімі? Арын ағасын қол соғып шақырайықшы ағайын. Арын келіңіз ортаға. Магазинға бір көпке нанға барып келдіңіз, билесеңіз келіңіз. Сізге сұрақ, Арынның билегенін қашан көрдіңіз? Давно не видели, да? Осы үйге кеп тұра ма негізі өзі араласамыз сіздермен негізі? Арын, қол соғайық, Арын ағасы, жібер маэстро, мұршы бол. Бұдан кейін қаша билене ақ қойыңыз бұра, жақсы ма? Қазір қойын, той құтты болсын. Енді көбісі қыз алып той дейді. Онда үйіне қай жерде? Өзіміздің стол? Айырыңыз жанына барыңызшы барып, аварияны жақып қойыңыз, хорошо барып? Ортамызға бүгінгі Қайраттың ата-анасы Қайырболат Құдамен екеулеріңіз не істеңдеріңіз деп тұр негізі пайда, жақсы ма? Қош келдің, той құтты болсын. Енді төс қағыстыру дейді. Үшіншісі құйрық бауыры кәдесі дейді. Дұрыс қой негізі. Қазір енді сол салт-дәстүрден аттамаймыз. Қазір тілектеріңізді білдіресіздер. Одан кейін төс қағыстырамыз, хорошо? Бірінші құдамыздан бастайық негізі. Өйткені біз қазақ халқы құдалардың құдайына сенген халықпыз ғой, дұрыс қой, иә? Құдамыз бастасын, Арын жалғастырсын, құдайға емеш жалғастырсын, одан кейін сіз, хорошо? Ал, сосын былай келісейік, араларыңыздан 4 адам сөйлесін. Арна Қайрат сіздерге тілейтін зор денсаулық, ғашық аспан, мол бақыт. Екі балапаным, бүгінгі сыйлап екі жаққа сыйлаңдар, екі жақтың ата-анасын сыйлаңдар. Енді өздеріне ақ-жол тілеймін, осы отырған мүшелері бүкіл ақ-жол әжелер мен апалардың жолдарын есін сендерге бақытты болыңдар.
атынан қайрат сіздерге тілейтін зор денсаулық, ашық аспан, беттерінен күлкі кетпесін, осылай арамызда жүре беріңдер. Сол бар жақсылық тілеймін сіздерге. Рахмет сіздер, тілектеріңіз күшті болды. Мен сөйлеген кезде микрофонды ақындатып қойыңыз керек. Мен даусым қатты шығады ғой. Тілектеріңіз өте күшті болды. Кәдімгі екі жасқа қарап жақсы болдыңдар, жаман болдыңдар, әйтеуір екеуін адам болдыңдар деген сияқты тілек болдыңыз. Ер адамдардан естіп қойдыңыз ғой негізі, жақсы аға. Қазір төсіп қағыстыруда опық бар ма құда? Алла біледі. Қалай Алла біледі? Төсіп қағыстыруда опытыңыз бар ма? Бар болмаса ер бар. Бар болмаса, бар ғой негізі, жақсы. Келіңіз құда, жақсы. Сізге риза отырмын ғой. Үйде қаз келеді шығып кеткен сияқты, сізге келіңіз жақын жігіт. Арын келіңіз жақсы. Қандай күшті. Қаз былай болсын, енді мен бір деп айтам. Аға, сіз мобилогсыз ғой, мобилогсыз ба? Жұмысыңыз кеш бастаған сияқтысыз ғой, жақсы аға. Былай болсын, бір деп айтам, музыка сөйлеген кезде оң жақ иықпен құшақтасасыздар. Екі деп айтам, сол жақ иықпен құшақтасасыздар, қысып тұрып. Үш деген кезде Ареке, құданы көтересіз. Үш деген кезде уверенно көтересің ғой, көріп тұр ғой сен жақсы. Үш құданы көтересің ғой, негізін жақсы аға. Төрт деген кезде түсіресіз. Бес дегенде сіз көтересіз, Құдай сізге жар болсын, хорошо? Алты дегенде бірақ түсіресіз, хорошо? Ешқандай қиындық жайсыздар ғой, е? Ал кеттік, екі құданың төс қағыстыруы, құрмет қошеметтеріңіз айып отырыңыздар. Маэстро, жіберген! Қошемет! Шоқ! Стоп! Бір! Құшақтаса, сен сүйіп алсың. Бір! Екі! Үш! Көтеріп тұр, төрт деген түсіресіз. Үш! Қалдырыңыз ой бар, жақсы ма, нормально сұрма негізі. Көтеріп тұр, жастар жақсы ма? Осы ең кейін атыр негізі, ақа. Төрт! Бес! Астынан кірейін деп отырмыз. Бес! Құда аспаңыз, қала ашып, неме шек көйдіз, жақсы ма? Алты! Түсіріңіз болды, алты! Құрмет қошемет, не құдамыздың құрметіне! Мына жаққа қарап тұрыңыз. Жақсы. Кеттік. Сол қол деген мына жақ. Мен бүгін құдағи болдым. Рахмет. Мына сізге қарасам бар ғой, жүрсіңіз. Көйлектің жартысын ғана кесіп алу керек еді деген сияқты жүрсің ғой, мен жақсы. Так, мына жаққа қарай келіңіз, жақсы. Ешкім конверт бермейді, сізге бір студенттер жақсы келіңіз. Мына жақта. Сіз енді Ура, мен бүгін ене болдым. Мен бақыттымын, ура, бүгін ене болдым. Рахмет, қандай тамаша. Күшті сіздікі. Тоқаевқа дауыс беріңдер. Екі әйел адам керек. Бар ма? Жас қыздар бар ма? 70-тен асқан. Жоқ, апаларыңыздан. Кім? Біріншісі. Салтанат. Билеп келіңіз ортаға. Салтанат. Сіздің түріңіз тойдан кейін конкурсын айтын түріңіз кім қанша келген бар. Жақсы, екіншісі. Диана ханым, қайдасыз ортаға шақырайық? Диана. Мұнда жақтың бәрі бір поддержка күшті бар ғой. Енді қараңыздар, қасым жақтан бір әйелден шығады, күшті поддержка бар. Қайратта бар, апаларында кім бар? Өлектен төртеген жай барып келеді. Тесіз давай, қа? Шустер білен, әдесі, мәдейді кім бар? Туыстарым араласып кетіп жатыр ғой, кімді? Құда, өзіңіз айтыңызшы, шамырақтың несі өзіңіз ғой. Қайратқа шалғы бармайды сияқты ғой. Кімді? Шустер. Айгүл? Жоқ дейді. Кім? Айгүл? Қайсы Айгүл? Екі Айгүл?
Давайте мягкий знак сіз шақырайықшы ортаға. Кім бар? Кімде мягкий знак жоқ? Ал сіз келіңізші ортаға. Айгүл! Қол соқпағандар майгүл деп ортаға шақырайық. Келіңіздер ма? Айгүл! Мадина сияқты өзі молодец. Жандарым, отағандарым, не кредит жоқ, не жұмыс жоқ, не уайым жоқ, отсаңдар той көріп, жақсы. Баяғыда садиктің алдында осындай кішкентай ұл мен қыз ойнаған ғой жаңағы. Сөйтсе кішкентай қыз айтады дейді, сен білесің ба, скоро менің құлағымды тесейін деп жатыр ғой десе, ол айтады дейді, сенікі неше, менікі вообще кесейін деп жатыр дейді. Сол сияқты отыра беріңіздер. Так, бесеу болды да. Өзіңіз айтыңыз шықсын деп. Айнура! Айнура, келіңіз ортаға шақырайық, қол соғайық. Мұнда бүгін 45 Айнур, 48 Айнур деген сөз, келіңіз ортаға шақырайық. Айнура, билеп келіңіз. Индира, не переживай, 30 жылдан кейін осындай боласың. Еще опытта. Жетеу? Саламатсыз ба? Так. Күйеуі бар ма? Пәтерінің күйеуі бар ма? Жолдасыңыз бар ма? Қайда отыр? Аға, сіз ба? Ал, қайда? Үйде. Хорошо? Активный болу керек. Бірінші, басты ешқандай, просто осы келестір, музыка осы қол белде, и асықпай, хорошо бейді. Жерден бір 500-ден кезде жүрген адам сап, хорошо, жақында бұлай бір айналуға болады жаңағы. В общем, бұлай келесіздер дағыны, енді өздеріңізге байланысты, хорошо? Бұлай келесіздер дағыны, бүйтесіздер да, осы жерге тура бүйтіп, түкет тұра қаласыздар, хорошо? Қай жақтан бастайық? Өзіңіз білеміз. Так, тәте, сізден сұрайыншы. Соңғы сұрадыңыз, қай жақтан бастайық? Қай жақтан бастайық па қыда деп? Келіп, қай жақтан да, келіңіздер. Келіңіздер. Өзіңіз айтыңыз, қай жақтан бастайық? Айналың, жақсы келіңіздер. Келіңіздер, күшті. Қай жақтан? Бәйет көстік, тез барып кететін сияқты, 15 километр ғой негізі. Ал, қарсы алыңыздар. Енді алдарыңызда бүгінгі осы Құдағи Құдаша деген аты бар. Сіздердің алдарыңызда өнер көрсететін ең әдемі, ең сұлу Бәйетте өткен 1999 жылы Мисс байқауында өкінішке орай 79-ші орын алып қалған. Бүгінгі таңда ең әдемімін, ең сұлумын деп дәлелдеп келген біздің ең красавица Құдашамыз Мисс Бәйет. Қарсы алыңыздар! Ой, қандай күшті, арша қатырай қалсаңыз. Күйеуім қайын деп бұрттан әлдер ғой, скотина, қайдаға жағын шығарып деген сияқты. Рахмет, күшті. Қол соғып қояйық, Мисс Бәйет, құрмет қошеметтеріңіз ағайын. Так, енді келесі бізде бәріне күліп атсы ғой, сізді көрейік десем, келіңіз аға. Ойнап тұра беріңіз, бақа, құдашасыз ғой. Апа, келіңіз, өзіңізден бастайықшы, келіңіз. Соңғы рет қашан жүрдіңіз осылай? Бірінші рет? Көздеріңіз жұмып отырыңыздар десең, жақсы аға. Қай жақтың тумасы апай? Шымкент па, өләп ше, сіз зор ғой, зор тамыр десең, жақсы аға. Ал перед вами ең пысық жерден келді. Шырайлы Шымкенттің Миса. Шымкенттің өзінен ба, Түркістан дейді, қай жақ? Өзінен ба? Жақсы. Алдарыңызда Мисс Шымкент, құрмет қошеметтеріңіз ағайын. Күн ыстық, бақаттың ыстық деген бұдышқа жоқ шығар енді 45-тегі, келіңіз ортаға шақырайық. Так, экипажсыз ғой да? Мисс қандай? О, Федора ғой, хорошо. Ал қарсы алыңыздар, алдарыңызда 11-ден кейін пиво сатпайтын жалғыз магазин. Перед вами Мисс Федора, қарсы алыңыздар. Ойбай! Қошемет, Мисс
негізі мына жақ ашық тұр, бүйтіп айналып беруге болады негізі, білесіздер ғой негізі. Сіздер прямой барып кәдімгідей у Федорға барып бір ғой алтын ғасырдан болып келген жоқсыздар кәдімгі. Так, жақсы. Келесі бізде келіңіз. Ойбай, сізге ризамын бар ғой. Аман есе барып берсеңіз болды, самый главный. Келіңізші. Қай жерге апай сіздікі? Железненько, да, вы что? Хорошо. Будьте психологически готовы. Сейчас будет нервный срыв. Потому что перед вами Мисс Железенька! Хасана! Теперь! Ой, теперь, апай, теперь! Ага. Сюда остановитесь, Железенька! Қымбат больницаның директоры сияқтысы негізі бар ғой, болады ғой. Кешіріңдер жаңа, өлтіріп алды деген. Ал жақсы келдіңіз, аға. Так, қай жерге сіздікі? Өлеңді. Ал қарсы алыңыздар, алдарыңызда. Мен өзім өлеңді қатты жақсы көремін. Достарым да сол өлеңді дейін таяу болған ғой, дұрыс па? Алдарыңызда Мисс Өлеңді. Бір қол соғып қойыңыздар, құдалар! Мисс Өлеңді! Өлеңнің жолында яғына үйіп тұра алмайсың ғой негізі. Жолдың бәрі ямы дейсіз ғой. Жақсы, келесі. Кім қалып қойды бізде? Кім қалып қойды? Үшеуі? Әлі үшеуі бар ма не? Мисс Тот Сәуле. Продуктың бәрі арзан сияқты айттыңыз ғой, кәдім жақсы аға. Алдарыңызда қалжың ғой. Мисс Тот Сәуле. Қошемет, қошемет! Жаңа бет Қыштау негізі. Қай жақта ол? Железненько ма? Жақсы, хорошо. Алдарыңызда енді бұл кісінің походкасын айта алмаймын. Бұл походканы көруге 65 жасқа толған жасөспірімдерге ата-анасымен көрсетуге рұқсат етілген походка негізі. Перед вами Мисс Жаңабек. Қарсы алыңыздар. Жібер. Биткеңіз қалай кетті? Жақсы. Қолым битіп қойды, маникюр істедім кеше деген сияқты. Тырнақтар ұзын, қазақта бір сөз бар, тырнақ ұзын ұзын, не дейді? Мұрын таза болады дейді. Жақсы, қойшын. Так, стоп. Келесі сіз ғой, келіңіз. Сіз бір әдебиет пәні мұғалім сияқтысыз келіңіз. Қай жақ еді сіздікі? Максимум ба? Кім боламыз? Жоқ, қандай кісіні сұрап тұрмыз. Жақсы, кім боламыз? Қымбаттың сестрасы. Туған или қалай? Небері. Ағасының қызы. Қымбаттың туған ағасының қызысыз, е? Осы не болып кетті? Қалай туыс боласыздар өзі негізсіздер, жақсы аға? Сіздің папаңыз, оның папасы туған ағалы бауыр, е? Бір ған ғой, дұрыс қой, е? Туған әпкесі деп айтуға болады. Кімнің жасы үлкен? Нешедесіз? 41 дейсіз? Вообще ұқсамайсыз. Как будто 40-та сияқтысыз. Ал қарсы алыңыздар, алдарыңызда Жібек маэстро! Қошемет! Тамаша. Енді былай болсын приз беріп қойып. Осы орынға шайнек беріп отырмын, дұрыс қой да? Енді өз басы маған қатты ұнағаны, біз білесіздер ғой енді, сыйлықтың үлкен кіші болмайды дейді. Так. Ең жақсы шыққан. Кім деп ойлайсыз, апа? Айгүл. Әркім өз туыстарына айтыр, жақсы. Айгүл қайдасыз? Это вы, да? Мынау сізге дұрыс па шайнек? Қосып қойыңыз, рахмет. Не қасақ болады? Сіз не переживайте, она сізге шайнек бердім деп, хорошо? У нее не рабочий, это рабочий, хорошо? Жақсы. Бір қосып қойыңыз, рахмет, не қасық болады.
бешеу болар еді туыстарға десең. Жақсы. Енді былай болсын, сыйлықтың үлкен кішісі болмайды дейді. Сізге сұрақ. Орысша, қазақша? Қазақша? Тихо. Апорт алмасы қайда өседі? Алматыда? Алматыда емес, ағашта. Сізге бұнда бір рахмет. Жайғастамыз болады. Кісілер, тағы бір приз бола ма, брат? Қымбаттарын берсеңізші енді. Өзіңіз алған жоқсыз ғой? Хорошо, жақсы. Өздеріңізге, сізге сұрақ оңай қиын. На русском, на казахском. Қазақша. Сиырға 5 жылдан кейін не болады? Білмейсіз ба? 6 жыл болады. Сізге мұнда бір рахмет. Жайғастыға болады. Рахмет. Брат. Осы дешевый приз өзіңе алшы, хорошо ма? Жақсы, хорошо. Көрсетіп қойып қой. Сізге сұрақ орысша, қазақша? По-русски. Здравствуйте. С наступающим Новым годом вас. Как будет на французском 110? Не знаете, да? Жузон. Но сізге. Бұнда бір рахмет жайғасыға болады. Құлпақ қойыңыздар. Отан соғысында примерно 2 миллион адам қайтыс болған. Солардың аттары мен фамилиялары алып. Ойнап айтам, жақсы. Өзіңізге жақсы. Қосып қойық арнаның құрбыларына. Рахмет. Сізге сұрақ. Оңай қиын. Күйеуіңіздің аты кім? Талғат. Рус. Мынау сізге. Қандай мақсатпен бердің осы негізінде осындай жақсы. Рахмет. Сізге сұрақ оңай қиын. Орташа. Орташа деген жоқ па? Оңай қиын неге ғана? Оңай. Абай Құнанбаевтың қыс деген өлеңін кім жазды? Абай Құнанбаев. Дұрыс қой, өзі жазды ғой сізге. Мұнда бір рахмет қоса алыңыздар. Ал қарсы алыңыздар, Гүлнар апамның орындауында Шәмші Қалдаяқовтың әні, Мұқағали Мақатаевтың сөзі, әннің аты Медуза. Гүлі саянғам, өткіздік сан жылдым, өткіздік сан жылдым, қызықтадым жырдым, біз таптық білінен, өмірге оларына, қимасты көңілден, жас келді жанарға, артымдақ сапарға, көңілде оларма, артымдақ сапарға, тосмады жолалған, қалайша қиямыз, ұшып саиямыз, біз Жүк болсын деген ниетпен Гүлнар ханымнан кейін бізде әдемі вальс орындайық. Объявляется вальс, басқа біреудің әйелінен билейтін шамыз десе. Ортаға шығып вальс билейік. Одан кейін бір тамаша ойын болады. Айтар құтты болсын. Счастья вам, семейного вам благополучия, будьте друг другу поддержкой, опорой. Будьте для своих родителей всегда рядом. Дополняйте друг друга, уступайте друг другу. Всего вам самого наилучшего. Вот. Спасибо тебе за такой прекрасный вечер. Тебе сил, терпения. Желаю, чтобы молодые были тебе поддержкой, а всегда, чтобы рядом был. Всего самого-самого лучшего.
Еңбек сол болсын, жастарға болсын ай. Рахмет. Карим, төртеуінің қайсысынан біреуін таңдап, үшеуін қайтарып бер ал. Былай істейікші, нелік ал. Ең әдемі алғансың ба? Мына үшеуі онша емес па получается? Үйренесің ғой, брат, иә? Оған дейін менің басым аман денім сау болса, сен тойын тегін бастап беріп, хорошо үйренсің, жақсы ма? Осы 4 приз бердім ғой, 4 жылдың ішінде үйренсең 19-ға дейін. Менің үшін акция, хорошо? Тойынды тегін бастап береді, хорошо? Рахмет. Деп ойлап қойма бар, рахмет. Қосылып қойыңыз, Карим көрмен. Кімді кестірді? Мен уже зафиксировал, мен оның тойына кестіресіз. Карим, сіздің ұлыңыз ба? Бірақ сіздің мамаңыз бағандан бері неше айтып маған тойда білесіз бе негізі? Сен тойында 500 мың келемін, жақсы ма беріп жүрсің? Жақсы. Рахмет, қол соғып қояйық, берісі. Карим